Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен тартылған еттен осындай 4 түрлі тағамды қатырып және оларды пісіру жолдарын көрсетемін. Жалпы айтқанда полуфабрикаттар дайындаймыз. Барлық тағамдар өте жылдам дайындалады және сіздердің уақыттарыңызды үнемдейді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, пікірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ плейлисті таңдасаңыз, мұнда барлық рецепттер бөлініп тұрады, өте ыңғайлы іздегенге. Ал енді бастаймыз. Етті ең алдымен жуып, содан кейін өткізіп аламыз. Ең бірінші осындай дәмді рулеттер дайындаймыз. Ыдысымызға қайнап тұрған 400 мл суды құйып, үстіне 1,5 шай қасық тұз және 5 ас қасық сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, ұнды аз мөлшерден саламыз. Басында қолыңыз күймес үшін осылай силиконды күрекшемен қозғаймыз. Содан соң қолыңызбен жұмсақтай қамыр илейміз. Менде шамамен 800 грамм ұн кетті. Енді 3 пиязды тураймыз салмасына. 1 килограмм 200 грамм тартылған етке қосамыз. Және қалауынша ас көк қоссаңыз болады. Сондай-ақ тұз, бұрыш, зира қосамыз. Соң қамырды тағы бір қайтара басып, 3 бөлікке бөліп, қайтадан пакетке салып қоямыз. Содан соң салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Және осылай қасықтың көмегімен 3 бөлшекке осылай бөліп қойсаңыздар болады. Ал енді қамырды жаюға кірісеміз. Осыны бірінші қамырды алып, кішкене ұн сеуіп, столдың үстіне жайып аламыз. Жұқалау етіп жайсаңыздар болады. Содан соң бетіне жаңағы бөлінген фарштың бір бөлшегін осылай қойып шығамыз. Және қолымыздың көмегімен осылай жіңішке етіп жағып шығамыз. Бір келкі қылып. Содан соң осылай видеодағыдай рулет етіп орап аламыз. Рулеттерімізді шамамен 2 сантиметрдей осылай майда бөлшектерге бөліп шығамыз. Бір зуала қамырдан менде 15-17 осылай бөлшектер шықты. Ал енді қатырар алдында осылай ыдысымызға бетіне міндетті түрде пищевая пленка төсеңіздер, әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Содан соң қалған 2 зуала қамырымызды дәл жаңа біріншісіндей етіп қамырды жайып, тартылған етімізді салып, орап, кесіп шығамыз. Пищевая пленка төселген ыдысқа қойып, мұздатқышқа салып қатыра береміз. Біраз уақыт өткеннен кейін осы толығымен қатқаннан кейін осылай пакеттерге салып қойсаңыздар болады. Ал енді осы рулеттерді пісіреміз. Ол үшін қызып тұрған сұйық майға пиязымызды саламыз. Кішкене қуырып аламыз. Майдалап туралған қызанақ пен болгар бұрышын қосамыз. Тағы бір қозғап араластырып аламыз. Үккіштен өткізілген сәбізді қосамыз. Онда кішкене қуырамыз. Татымына қарай тұз қосасыз. Мен шамамен 1,5 шай қасық қостым. Дәмдеуіш қалауынша қосып, бір араластырып, кішкентай рулетиктерімізді осылай тізіп қойып шығамыз. Үстінен қайнап тұрған су құямыз. Суымыз рулеттің жартысына дейін болу керек. Толығымен батып тұрмау керек рулет. Содан соң отымызды баяуға қойып, бір қайнағаннан кейін қақпағын жауып 35-40 минуттай пісіреміз. Осылай біздің рулеттер дайын болды. Өте дәмді шығады. Көрінісі де әдемі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Енді кезекте достар тефтели дайындаймыз. Ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып, үстінен осылай қайнаған суды құйып 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Содан соң пиязымызды өте майдалап турап, тартылған етке саламыз. Күріш 20 минуттан кейін суын төгіп артық. Содан соң фарштың үстіне саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Дәміне, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіш қосамыз. Содан соң қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Осылай дөңгелек шарик етіп жасап, пищевая пленка төселген тақтайшамыздың үстіне қойып шығамыз. Араларын кішкене алшақтау қылып. Содан соң қатырамыз. Қатырылғаннан кейін пакетке немесе осылай контейнерге салып қоямыз.
Тефтелиді пісіру үшін біз осылай пиязды турап аламыз. Қысып тұрған майға қуырып аламыз. Үстінен сәбізді қосып қуырамыз. Содан соң қызанақ қосамыз. Тағы да бір араластырып қуырып алғаннан кейін тефтелиді табамыздың үстіне қойып шығамыз. Үстінен су құямыз. Қайнап тұрған суды құйып, тұз, бұрыш, сарымсақ, лавр жапырағын, аскөк саламыз қалауымызша. Содан бір қайнағаннан кейін табамыздың бетін жауып, 25-30 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Дайын болған тефтели осылай болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ендігі кезекте осындай котлеттер дайындаймыз. Бізге қажетті заттар тартылған ет, сүт пен нанды жібітіп аламыз, сүт қосып, майда туралған пияз, тұз, бұрыш, дәмдеуіш және жұмыртқа. Тартылған етке пиязды, нанды, тұз, бұрышты, жұмыртқаны қосып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Кейін екі қолымызбен осындай дөңгелек шарик жасап, оны үстінен басып, мен әрқашан осылай жіңішке котлет жасаймын. Жұқалау етіп, себебі өте жылдам піседі және арасы піспей қалады деп уайымдамаймын. Өзіме осылай ыңғайлы, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Котлеттерді араларын ашық біртіндеп қойып қатырып аламыз. Кейін толығымен қатқаннан кейін бір пакетке саламыз. Жалпы бұл котлеттерді әртүрлі пісірсеңіздер болады, майға қуырсаңыздар да болады. Мен духовкада осылай пісіруді жөн көрдім. Қызанақ пен ірімшікті осы дәл видеодағыдай турап аламыз. Кейіннен осы котлеттердің үстіне қызанақты, содан соң ірімшікті қоямыз. Содан 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Бұл жерде котлеттің пішініне байланысты. Егер сіздерде үлкенде болса, кішкене ұзақтау пісіресіздер. Енді менде гарнирге осылай пюре дайындадым. Котлеттеріміз дайын болғаннан кейін пюренің жанына қойып шығасыздар. Өте дәмді шығады. Балаларыңызға да ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Енді кезекте бізде тұшпара, пельмени дейміз. Осындай екі түрлі етіп түйеміз. Ыдысымызға жылы суды құйып, бір шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап бір рет араластырып, үстінен жұмыртқамызды салып, осылай бір ас қасық сұйық майды қосамыз. Қамырымыз өте әдемі жұмсақ болады сол кезде. Онды аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр елейміз. Қамыр жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болу керек. Қамырды 10 минутқа пакетке салып қоямыз. Содан соң 10 минут өткеннен кейін екі бөлікке бөліп, қайтадан бір басып қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Сол үшін тартылған етке өте ұсақталып туралған пияз, бір сарымсақ қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз кішірек екі зуала болған соң, фаршты осылай екіге қасықпен бөліп қоямыз. Ал енді қамырды жаюға кірісеміз. Столымызға ұнды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Жалпы достар, тұшпараны әркім әрқалай түйеді. Біреулер стаканның көмегімен дөңгелек етіп, майда бөлшектерге кесіп алады. Ал мен осылай дәл видеодағыдай төртбұрышты етіп кесіп аламын қамырды. Өзіме осы формада ыңғайлы. Тұшпаралар түйіп болғаннан соң пищевая пленка төселген ыдысқа бәрін араларын бір-біріне жақындатпай салып, мұздатқышқа саламыз. Бірінші зуаланы түйіп болғаннан соң екінші қамырымызды жайып, осылай видеодағыдай кестім. Менде кішкене қисықтау болып қалды. Ал енді фаршымызды осылай салып аламыз. Үстінен осылай басып шығамыз. Арасынан да басып,
кесіп шығамыз. Енді бұл орыстарда ленивые пельмени деп аталады. Кішкене вареникке да ұқсас болып келеді. Өте жылдам жасалынады. Соң жаңа айтып кеткенімдей пищевая пленка төселген ыдысқа бұларды да қойып шығамыз. Аралары бір-біріне жабыспай тұру керек. Сонымен қатар толығымен қатқаннан кейін ғана бір пакетке немесе контейнерге салып қоясыздар. Жалпы тұшпара ең оңай тағам десем болады. Қайнап тұрған суға салып пісіріп аламыз. Өте дәмді шығады, балалардың сүйікті асы. Тағы да менен бір пайдалы кеңес болсын. Мен бешбармақтан қалған сорпаларды қатырып қоямын. Осы тұшпараны осы сорпаға қайнатсаңыздар, өте дәмді шығады. Мен көбіне тұшпараны жолдасыма сәресіне дайындап беремін. Назарларыңызға рахмет, достар.